Біз бүгін творогпен печенье пісіреміз. Қантсыз печенье және қантпен. Қантпен пісірганда біз просто мынау дайын қамырды, творог қосылған. Бұны қантқа малып аламыз, ал қантсыз болса, жай өзін ғана осылай қойып шығамыз. Мінекей. Сіздерге міне мынау қантсыз и қантпен. И мынау қантпен жасаймын. Қантпен осылай кесіп алдым да, осылай кесіп, жақсылап, бет-бет бөлшектеп шығамын алдымен. Қамыр өте жұмсақ. Так, қыздар, мінекей, қамыр өте жұмсақ. Осылай приблизительно осылай кусочектен жасаймыз да, домалақтап, өздеріңіздің фантазияңызбен бірақ неше түрлі жасауға болады. Негізі, қазір мен тағы бір несін көрсетейін сіздерге. Міне осылай қантпен істейсіз де, домалақтап басып бетіртемді болады. Бұл бітіп төртке бүктей салуға да болады осылай. Домалақтаймыз. Қантқа маламыз, жабамыз. Осылай төртке бүктейміз. Тағы да қантқа маламыз, қоямыз. Осылай жасап шығамыз. Маламыз, төртке бүктейміз. Бұлай қоямыз, қойып шығамыз. Печеньеміз біздің дайын болды. Сүзбе қосылған печенье, творог қосылған. Мынау қантпені, міне қантпен пісірғанымыз. Мінекей. Ал мынау қантсыз. Міне диеталық қантсыз печеньелер. Сүзбемен жасалған творогпен. Осылай жасап, наурызға жасап жеңіздер. Ас болсын, подписка жасап, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Ас болсын.